Шашын бетіме Ойнаймыз ба, шашын мен алсамыз ба? Өзің сөйлей береді екенсің. Сәлем, Кассиди. Міне. О, рахмет. Құрбым, озат ойыншы саған көз салған сияқты ғой, а? Осы айтқаның дұрыс деп ойлайсың Грег, ба? киімің өте әдемі екен. Оны әжеңнің қоймасынан тауып алғанбысың? Қане, тездетіңдер, онсыз да кешігіп қалдық, болыңдар. Я, жылдамдатайық. Сэмми, жүгір. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, бәрі жақсы. Достар, келе жатсыңдар ма? О, я, жаңа тапсырма. Вальтер, алға. Жарайсыңдар. Осылай. Айтшы, Сэмми, қыздардың бәрі неге Вальтерді жақсы көреді? Мен білемін. Оның бойында барлық жақсы қасиеттер бар. Бұл сөзімді Инес те құптайды. Луна, бос сөйлеме. Маған қосылмаймын деші. Саған оның шаш үлгісі, ептілігі және допты тепкені ұнаушы еді ғой, а? Жасырмасаңшы. Қойсаңшы енді, ол маған мүлде ұнамайды. Солай ма? Футбол ойыншысының рухы биік болуы керек. Мысал келтіріп берейін бе? Мысалы... Қане, айта ғой. Мысалы, Грег. Вальтер сияқты атақты болмаса да нағыз шебер ойыншы. Түсінсем бұйырмасын. Бонус па? Вальтер, өзің түсіндіріп бересің. Бұл өте оңай. Ертең көрсетілетін қорытынды ұпай қатты маңызды емес. Түсінбедім. Не туралы айтып тұрсың? Түсінбейтін несі бар. Қай топ болмасын, қақпаға доп кіргізгендері әдеттегідей есептеле береді. Соңында көрермендер қай топтың шебер ойнағанын айтып баға береді. Ал олардың бағасы аталған топқа 2 ұпай санын қосады. Иә, осылай. Осындай өзгешеліктер. Сендерде мүмкіндігі аз. Сонда көрермендер қалай дауыс береді? Шапалақтау арқылы? Түсінікті. Бұл оңай шаруа емес. Сондықтан қасыма көмекші алғаным дұрыс болар деп ойлаймын. Ол ағай сізге көмекші болайын. Мен шапалақты санап, қандай ұпай беру керектігін жақсы білем. Жақсы, ендеше бұл мәселе шешілді. Менің бақылау үстелімде отыратын Жарай. боласың. Ал ойын өтетін жерді ойластырдыңдар ма? Осы жерде де жаман емес сияқты. Қалай ойлайсың, Сэмми? Тамаша, ендеше дайындалыңдар. Балалар кездескенше. Кеткенге дейін қалай шыдаймыз? Вальтердің сөздері қайта-қайта ойыма түсе береді. Ойлама, Грег, ол үнемі ерекше боп жүруді ұнатады. Достар-ай! Меніңше керемет ойын болады. Мұнда көрермендердің рөлі маңызды. Жел аяқтар үнемі жаңалық ашып жүреді. Ол біздің де қолымыздан келеді. Жә, қойшы, Сэмми. Жел аяқтар тобындағылардың мықты ойыншылары екенін ұмытып кеттің бе? Олардың енгізген ережелермен жеңіске жете алмаймыз. Бізге қиынға соғады. Оған қоса Вальтер алаңға шықса болды. Қыздар айғайлап естері шығып шулай кетеді. Қайта бұл жақсы мүмкіндік қой. Алаңға шыққан соң әдеттегідей ұйымдасып ойнауымыз керек. Келісетін шығарсыңдар. Біздің ұтымды тұсымыз да осы болмақ. Ұқтың ба, Сэмми? Достар, біз ережемен келісіп қойдық. Сонымен кім бастайды? Міне, қағыңдар. Жарайсың, Луна. Өзің шебер екенсің. Деп, Луна. Жарайсың. О, керемет. Саған тегелер ешкім жоқ аусыра. Инес? Достар, мен қорғаныспен тез жүгіруден басқа ештеңе де білмеймін. Қорқып тұрмын. Қорықпай-ақ қой. Саған жабылып үйретеміз. Сондай-ақ алаңда жиналғандар тек Грегке қарайтын болады. Неге? Неге маған қарайды? Себебі сен жылдам қимылдайсың. Әрі мықты шабылушысың. Солай ойлайсың ба? Мен... Бұлай тебемін деп ойламаған едім. Түсінікті, ойынға дейін сені біраз жаттықтыруымыз керек. Жаттықтырамын деймісің? Сен мені мазақ қылайын дедің бе? Тоқта, мен не дедім? Грегке қатты шүйлігіп кеткен секілдісің. Бірақ... Оның үстіне оған ертеңгі ойынның ережесі ұнамаған сияқты. Білмеймін ғой. Ол ештеңе айтқан жоқ. Меніңше бәрі жақсы болады. Солай болар деп үміттенем, бірақ оны тағы бір нәрсе мазалап жүр-ау. Алаңдама. Келесі кім? Ол тура мен сияқты ғой. Досым, допты бері қарай тепші. Құрбым, озат ойыншы саған көз салған сияқты ғой. Дайынсыңдар ма? Маған қараңдаршы. Допты басымызға домалатып, 60 градусқа еңкейеміз. Сол қалпымызда лақтаған кезде, доп тура аяғымызға түседі. Мінекей, осылайша. Сонымен, қарсыластармен ойнауға дайынсыңдар ма? Иә, әрине. Не үйреніп жатырсыңдар? Маған да көрсетіңдер. Досым, мүмкін бізге допты тебудің ерекше тәсілдерін үйретер. Жанкүйерлерді таң қалдырып жатсақ, жаман емес қой. Я, так шынымен үйретші. Мүмкін сонда ерекшеліктермен көрермендерді жаулап алармыз. Иә, әлгі 2 ұпайды өзімізге қостырып алайық. Әлбетте. Мен бұл әдістерді бірнеше жылдық жаттығудың арқасында үйрендім. Ал сендерді бір күннің ішінде жаттықтыра алар ма екем? Сонда сен бізді әлсіз ойыншылар деп ойлайсың ба? Жоқ, ол нәрсе ойыма келмепті.
Сендер онсыз да көрерменнің көзайымын айналып жүрген топсыңдар. Дұрыс, бұрынғыдай ойнай берейік. Мені тыңдаңдар. Бұдан былай мені мазақ еткендеріңді қойыңдар. Саған не болды? Ешкім мазақ қылған жоқ қой. Ендеше мені неге жаттықтырғың келер? Ол мазақ қылғанға жатпайды ғой. Ақталмай-ақ қой. Мен бәрінде анық естідім. Сен дұрыс айтыпсың. Ол бірдеңеге алаңдап жүр. Не болды екен? Білмеймін, бірақ бұрын мұндай емес еді. Тыңдаңдар, оны біраз уақытқа жалғыз қалдырыңдар. Қалғандарымыз жаттыға берейік. Мына қимылға қарашы, өте күшті. Міне. Саған қандай кереметсің. Сенің доп тепкеніңді ұнатамын. Білемін. Қарсыластарыңның бірнеше ерекше әдістері бар шығар. Дегенмен олар топтасып ойнағанды білмейді. Ал сендер ұйымшылсыңдар. Осымен-ақ жеңіске жететіндерге сенімдімін. Әрдайым бірлесіп ойнасаңдар, көрермендерді таң қалдыра аласыңдар. Допты жерге тигізбей беретінім секілді ме? Соңында Грег допты жоғарғы жаққа теуіп жібереді десейші. Солай. Міне керемет. Көрермен сондай ойынды тамашалаған жақсы көреді. Допты шамаларын келгенше билетіп алып жүру керек. Билетіп дейсің бе? Алаңның ортасында билеп жүрейік бе? Әбден мазақ боламыз ғой. Иә, мен де соны ойлап тұрмын. Меніңше бұл нағыз күлкілі ойын болады. Тоқташ, Грег, сен асыра сілтеп жіберген жоқсың ба? Жарайсың, Джоуи, тамаша! Қалғаныңды айтарсың, Джоуи. Жақсы, қазір қақ! Менікі? Менің кезегім! Сәми, мені ұмытпа. Луна, маған тепші! Луна? Грег, байқа! Грег басқа жаққа теуіп жіберді. Оған не болған? Ол допты байқамай қалды. Өздеріңде допты дұрыс теппедіңдер ғой. Допты әдемі етіп ойнатып теппесек, жанкүйерлер бізді елемейтінін ұмытып кеттің бе? Оның сөзінің жаны бар. Допты шеберлікпен ойнап, қосымша ұпай алуымыз мүмкін ғой. Ал керісінше жеңіліп қалсақ ше? Бірінші ойында жеңіске жетуімізді ойлауымыз керек қой. Инес дұрыс айтады. Егер шоу көрсетеміз деп әлек болсаңдар, бәрінен де айырылып қаласыңдар. Сеніңше Инестікі дұрыс па? Қане, менің сөзімді кім құптайды? Грег, сен не дейсің? Тамаша. Қойшы, Грег, өзің де білесің ғой, бұл нағыз әурешілік. Сәмиді құптаймын. Мықты әдістер көрсетуіміз керек. Әне, естідіңдер ме? Басқа малым жоқ сияқты ғой. Көпшілік жеңді, сондықтан жалғыз кеткенім жарамаз. Саған сеніп жүрсем. Қап! Мұны ешқашанда үйрене алмаспын. Егер оны жасаймын десең, талпынысың мықты болу керек, түсіндің бе, жігітім? Өзіңді кереметпін деп санасаң бір-екі әдіс көрсет. Біз жел аяқтармыз, екі топты салыстыруға келмейді. Қане, кіз, оларға ерекшелігімізді көрсетейікші. Доғар, Эми, оларда не шаруаң бар? Дұрыс айтасың, кіз. Мына түрлермен олардың жеңілетіні анық қой. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Кеттік бе, кіз? Басқа да шаруаларымыз бар. Қойшы соларды, Грег. Олардың айтқандарына құлақ аспа. Мазамдалма. Бәрібір мені түсінбейсің. Өйткені сен ешкім мазақ қылмайды. Тоқташы. Қайда кеттің, Грег? Иә, Грегтің Вальтер сияқты мықты емес екенін бәріміз білеміз ғой. Вальтер? Бірақ Грег одан мың есе. Футбол туралы айтып тұрған жоқпыз. Соңынан барайын. Бір ойлағаным бар. Маған ермей-ақ қойыңдар. Басым қатты. Шындығында мәселенің неден бастау алып тұрғанын түсіне алмадым. Достар, жаңа ғана қыздар келіп оны мазақ етіп кетті. Қыздардың сөзіне ренжіп қалмайтын шығар. Осы жерде сен қателесесің, досым. Ол Кассидиді ұнатады. Не? Сенімді емеспін әрине. Дегенмен кейде көз қарасынан соны байқауға болады. Түсінікті. Ендеше Луна ертіп келер деп үміттенейік. Ол қыздар сөйлей береді. Олардың сөздеріне назар аударма. Қыздар дұрыс айтады. Шындығында менің қолымнан түк келмейді. Үнемі бәрін бүлдіремін де жүремін. Осы Вальтер күнде керемет болып жүреді ғой. Әне, көрдің бе? Жоқ, айтпағым. Сенің де жарасымды киімдерді киіп жүруіңе болады. Мүмкін киіміңе кішкене өзгеріс енгізсек қайтеді. Одан да керемет болып кетер едің. Рас па? Әрине, қаласаң саған көмектесейін. Рас айтасың ба? Әрине. Алдымен көз қарасыңды өзгерткеніміз дұрыс. Осылай ма? Қане, Грег, кеудеңді тік ұсташы. Қалай, жараса ма? Мен кеудеңді көтеріп жүрші деп едім ғой. Басқа бірдеңе ойлап басақ болмас. Мысалы? Сенің қаруың. Қару деймісің? Қане, алға дейм. Міне, мынаған қараш. Бұл таң қаларлық жағдай. Қара. Жағдайың жақсы ма? Бәрі дұрыс па?
Осы да жетер, Сэмми. Бұлай ойнау мүмкін емес. Бірақ сен келістің ғой. Осыған бола жарты күнімді жоғалттым. Айналаңа қарашы, екеумізден басқа ешкім көрінбейді. Джои отыр ғой. Қап құлап қалды. Қарсыластарымыздан ұтылдық деп санай берейік. Мына ойынымызға көңілім толмады. Жарайды, мен шаршадым. Кеттім. Қап, өй. Сэмми, терезеге жақын жерде доп ойнама деп қашан қайтамын? Анашым, соншалықты не білінді? Сонда да алыста ойна. Қырсығын-ай. Дұрыс айтасыз. Саған ешкім сөз берген жоқ. Екеуіңе не болған? Бәрі дұрыс па? Өзім сөйлесейін. Сәми, мен кеткен соң топ неге тез тарап кетті? Не істейтінімді білмеймін. Бәрі өз беттерімен кетіп қалды. Ал ертең болса, ойын. Мүмкін Инестің айтқанына құлақ асарсың. Тағы бастамашы. Осы менің сөзімді сөйлейтін кезің бола ма? Тырысып жүргенімді елемейсіңдер ме? Әйтеуір сөйлей бересіңдер. Тоқта, Сәми, сен дұрыс түсінбей қалдың. Сәми! Достар, Луна мен Грег сонда барып алған шығар, я? Тамаша көңілде екенсіңдер бәрің. Қашан басталады өзі? Басын болатын шығар. Тағатын таусылып барады. Жақсылап дайындалдыңды. Сонымен, міне бәрін келді. жиналдыңдар ма? Бүгін көк киімділермен желаяқтар тобының ойын тамашалаймыз. Ойын серуен алаңында өтеді. Оңтүстік жақтағы кіреберіс жерде. Олай болса екі топқа да сәттілік тілейік. Ал, ойынды бастайық. Не болды? Сендердің ойыншыларың түгел емес пе? Желаяқтар тобынан жеңіліп қаламыз деп келмей қалған шығар. Мас! Слай, сен араласпашы. Егер ақмақтар сайысы болса, сендерден жеңіліп қаларымыз анық. Сен де айтасың. Балалар, Грег пен Луна келмесе, біз... Келе жатырмыз. Мәссаған қыралдар. Білем, айтпай-ақ қойыңдар, мен шебермін ғой. Бұл Грег бе? Анаға қара. Тамаша, Грег. Анау бас киімінің көмегімен мазақ еткендерді байқамай қалатын болды. Солай емес пе? Ең қызығы алаңда не болып жатқанын көрмей қалама деп қорқам. Енді ойынды бастай беруімізге болатын секілді. Саундауыз, дайынсың ба? Желаяқтар тобының жақтастары, қолдауларыңыз? Келесі топ үшін? Бәрі есептелді. Бастауға рұқсат. Ал Сәми, соңына келгенде стратегияның қолдану керек деп шештіңдер ғой. Оған келіспеген едік қой. Оның қажеті жоқ. Біз кеше айтқанымыздай, көрерменге шоу көрсетеміз. Иә, дәл солай. Бәріміз бүгінгі ойынның жұлдызы боламыз. Әсіресе Грег. Луна, сен оған не деп айтып едің? Оған кішкене сенімділік жетіспеген еді. Міне, мен соған көмектестім. Ля-ля-ля. Оны осылай ойнай алады деп ойлайсың ба? Балалар, кәне орындарыңа барыңдар. Ұйымдасып ойнаңдар. Футбол алаңында екендеріңді ұмытпаңдар. Достар, тоқтай тұрыңдар. Вальтердің киім үлгісін қайталаған ба өзі? Күлкілі ме, Сэмми? Сонда да Грег пен Вальтерді салыстыруға келмес. Біреуді қайталағаны қалай? Кәне, дайындалыңдар. Осылай. Қызық екен. Менен үйреніңдер. Қорғанысқа ешкім келмей ме? Мынаның түріне не болған? Не болды, қызғанып кеттің бе? Топқа қара. Жарайсың, Грег. Мен мұндамын. Қазір күт. Оны қуып жетіміз керек. Жарайды. Грег, жылдамда. Жылдама жүгіріп келем. Пабло? Пабло. Қабат деген. Жарайсың, Желаяқтар тобы есепті ашты. кешіріңдер, қане Луна. Өнеріңді көрсет. Міне, былай. Луна, осылай ойнап тұра бересің бе? Дәл осылай жасай алар едіңдер. Оны шеберлік деп атайды. Қап, тоқта. Қазір жетемін. Аңдама, мен қуып жетем. Алға, Грег. Сәлем, кәс. Мені жаңа үлгідегі... Қабат деген ай. Сені. Сенелар емеспін. Неге допты кіргізе алмай жатырмыз?
Желаяқтар тобы 4-1 есебімен алға шықты. Енді 5 минуттық үзіліс. Мүмкін емес. 4-1. Бүгін бізге не болды? Қап. Егер бірігіп ойнағанда бұлай болмас еді. Маған тіпті доп тиген жоқ. Ал Семи болса допты берер емес. Керісінше сен ғой доппен ойнап жүрген. Қап, мынаны қара, өтірікші екенсің ғой. Тыныш. Сабыр сақтаңдар. Не деп тұрғандарын білесіңдер ме? Мұған бәрін кінәлісіңдер. Сендер ұпай жағынан да, көрерменнің қошемет жағынан да артта қалып келесіңдер. Бұл тек менің кінәм. Барлық допты ауға кіргізіп ала бердім. Жоқ, сендер бәрің де кінәлісіңдер. Жан жақтарыңда не болып жатқан байқай алдыңдар ма? Егер топтасып ойнағандарыңда көрерменнің қошеметіне бөленер едіңдер. Қарсыластарыңа еліктегендерің қалай? Мені түсіндіңдер ме? Енді қандай кеңес бересің? Жеңіліп бара жатқанымызды мойындаймыз. Сен дұрыс айтқан екенсің, Инес. Желаяқтарға еліктемей, өз бетімізше ойнайық. Сонымен не дейсіңдер? Ұйымдасып ойнаймыз ба? Я, дұрыс, бәріміз біріміз үшін. Иә, қарсыластарымыз допқа жете алмай қалады. Дұрыс айтасың, алға. Грек, топқа қосыласың ба? Иә, бұрынғы қалпыма оралатын болдым. Бәрі тағы күлетін болды. Грек, өзің епті баласың. Қақпаға доп кіргізуде алдыңа жан салмайсың. Соңында бәрі сені ұнататын болады. Солай ойлайсың ба? Бірақ білмеймін. Грек, сен допты ауға қалай кіргізу керектігін жақсы білесің. Сосын Вальтерге еліктеудің қажеті жоқ. Сен онсыз да жақсы жігітсің. Иә, меніңше сендер дұрыс айтасыңдар. Үстімде киімді ыңғайсыз. Мінекей, осылай дұрыс болды. Тамаша, тобымыз бұрынғы қалпына келді. Гректің ауға допты кіргізгенін көруге дайынсыңдар ма? Иә. Алға, сазайын береміз. Жарайсың, Джоуи! Қолдарыңнан келгені осы болды ма? Ұста, Инес! Топқа қараңды! Іске асты! Инес қолымыздан келді! Дәл солай. Негізі қыздар ақыл айтқанда тыңдаған дұрыс. 4-2. Неткен жылдам! Кешір, кішкентай, допқа жетер деймісің? Мінекей! Қағып алдым, ұстап алдым, түкті қиын емес. Бұл ашуыма тие бастады. Сонымен, менің допты тебе әдісімді үйренесің бе? Топ сөйлемеш. Мінекей, ал. Бересің бе жоқ па? Семи, ал. Ілес алмайсың. Тамаша, Соға, неткен соққы! Міне, Енді стоп. құтыла алмайсың. Кәне допты бере сал. Ешқандай мүмкіндігің Бұма, жоқ. төмен кете, бері қарасаңшы. Тезірек топтан. Керемет! Ризасың ба? Енді мен... Бәрі сенің кесірің, жалғыз өзім қай жағынан жетем. Мынаны кетіп бара жатқан қара. Мынаны қалай қарайсың? Не болып? Ереже бұзылды. Вальтерге сары парақша бер. Амансың ба? Кассиди, рахмет. Тәуірсің бе? Әрине, ештеңе етпейді. Аманмын. Өте жақсы. Біреу мадаққа ие болған сияқты ғой. Қойшы. Басқа амалымыз жоқ. Соңғы минуттарда болса да топ кіргізуіміз қажет. Біз де топтасып ойнайық. Қалай дейсің? Топтасып ойнау деген не? Жақсы, ұйымдасып ойнаймыз. Бірақ топты әркез маған теуіп отыруды ұмытып кетпеңдер. Кәне, Эми, топты кері теп. Семи! Мүмкін емес. Алға, Семи! Оның ойында не бар? Грег, допты саған тебем! Әрине. Тым кеш, допты кіргізе алмайсың. Иә, сен солай ойлайсың ба? Осынша қашықтықта допты кіргізе... Жоқ. Есеп 5-4, ойын аяқталды. Жақсы ойынышы. Ал енді көрермендердің екі ұпайын қай топ ұтқанын көрейік. Саундауыз? Я!
Ошентак! Эми, біз жаңа ғана жеңіске жеттік. Мені шын жүрекпен құттықтағың келмей ме? Оның несі күлкілі? Өтінем бір сүйгі Өзің нағыз ашы. жекте Қане сүйіп қояйық. Қойыңдаршы. Артық үш ұпаймен алға шықтық. Естен кетпес ойын болды. Оны әңгіме қылудың қажеті жоқ. Жақсы ойыншы, тамаша ойын, міне солай. Ойынымыз жеңіспен аяқталғанына қуаныштымын. Дегенмен бірінші айналымда біреулер мақтанып жатыр еді. Сен де тағы бастадың ба? Таг ағамыз әрқашан дұрыс сөйлеймін деп ойлайды. Достар, киім үлгілеріңді өзгертем десеңдер, мен дайынмын. Қажеті жоқ, так, оған жол берме. Не дедің? Мен сырт келбетті өзгертудің шеберімін. Иә, бірақ оның бізге қажеті жоқ. Аха, өте күлкілі, күлкімді де алмайм.